Сәлеметсіздер ме, көрермендер? Мен доктор Лакеш Кумармын. Ченнай қаласындағы Ванаграмдағы Apollo Specialty Hospitals ауруханасында ортопед хирург кеңесшісімін. Артроскопия және спорттық медицинада 10 жылдық тәжірибем бар. Әр Үндістанда және шетелдік халықаралық орталықтарда тағылымдамадан өттім. Бүгін мен сіздерге фитнес жаттығулары кезінде жарақаттан қалай сақтануға болатыны туралы бірнеше кеңес бергім келеді. Ендеше іске кірісейік. Бүгін жарақаттан қалай сақтануға болатыны туралы талқылайтын бірнеше қарапайым тармақтар бар. Бірінші кезекте біз жылыту жаттығуларын жасағанымыз жөн. Жылыту жаттығуларына жаттығуды бастамас бұрын бірнеше минут жүгіріп, немесе тіпті жай ғана жүруде кіреді. Екінші, созылу жаттығулары, яғни фитнес жолында жаттықтырғыңыз келетін бұлшықет топтарын созу керек. Үшінші, ағзаны сұйықтықпен қамтамасыз ету. Сондықтан жаттығуды бастамас бұрын жаттығу кезінде және жаттығудан кейін де су ішуді ұмытпаңыз. Төртінші, қауіпсіздік жабдықтарын дұрыс пайдалану, яғни жаттығуға арналған дұрыс аяқ киім. Спорт залдағы жабдықтар мен күш жаттығуларына арналған салмақтарды дұрыс таңдау керек. Бесінші, шамадан тыс жаттығудан аулақ болыңыз. Әркім фитнеске қызығып, дене бітімін жақсартқысы келеді. Бірақ егер сіз өзіңізді шамадан тыс жаттықтыра бастасаңыз, бұл сіз күткен нәтижеден гөрі көп зиян келтіруі мүмкін. Бесінші нөмір, жаттығулар арасында жиі үзіліс жасаңыз. Сондықтан сіздің денеңізді салқындату және бұлшық еттердің ауыруынан қалпына келтіру үшін, сондай-ақ келесі қадамға оралу үшін, қуат деңгейіңізді қалпына келтіру үшін жеткілікті уақытыңыз болады. Алтыншы, тамағыңыз теңгерімді әрі құнарлы болуы керек. Сонда барлық бұлшық ет топтарыңыз сау болады және бұлшық еттеріңізді күш жаттығуларына, ұзақ мерзімді төзімділік пен шыдамдылыққа дайындауға көмектеседі. Осы шағын кеңестердің барлығы фитнес жолыңызда жарақат алудан сақтайды және қайтадан формаға келуге көмектеседі. Сондықтан білесіздер, кез келген физикалық дайындық ақырында сіздің психикалық және тіпті эмоционалдық саулығыңызға да әсер етеді. Мен өзімнің фитнес жолымды бастап қойдым. Сондықтан сіз де бүгін бастадыңыз деп үміттенемін.